Сәлем достар, сіздермен жұмсақ, өте дәмді рогалики дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ерітілген маргарин, жүз грамм сүт, жылы су, 50 грамм құмшекер, бір жұмыртқаны салып алып, жақсылап араластырамыз. Он 8 грамм қамыр қоршытқышты салып, жақсылап араластырып аламызды. 350 грамм ұнымызды салып, қамырымызды жұмсақ емес, қатты да емес, жайған кезде қолға жабыспайтындай етіп билеп аламыз. Сіздер миксермен жасасаңыздар да болады. Бізде кішкентай бала болғандықтан мен осылай қасықпен жасап алдым. Қамырды илеп болған соң 15 минутқа жылы жерге қамыр көтерілгенше қоя тұрамыз. Дайын болған қамырды екіге бөліп алып, суал жасаймыз. Қамырды домалақ етіп жайып алып, үшбұрышты етіп бөліктерге бөлеміз. Арасына шоколад салсаңыздар да, немесе варенка салсаңыздар да болады. Мен шоколад болған соң шоколад салдым. Дайын болған соң табаны майлап, табаға саламыз. Табаға салып болған соң бетіне жұмыртқа жағып, 160-180 градуста пеште пісіріп аламыз. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, рас болсын.